Саламатсыздар ма? Сөздер арқылы сабақ тақырыбына болжам жасайық. Сөздер: экран, шымылдық, жарық, декорация, кейіпкер, сұлба. Оқушылар, бүгінгі тақырып қандай болады екен? Әрине, бұл сөздер театрға қатысты. Демек, тақырып бүгінгі сабақтың көлеңке театрын қалай жасайды? Үйде отырып та театр жасай аламыз. Мысалы, мына суретке назар аударайық. Мына суреттің әр қайсының көлеңкесін тап. Қане? Ал бұл көлеңкелерді өзіміз жасай алады ма екенбіз? Хайуанаттар бағы. Қолдарыңызбен жасап көріңіздерші. Ал енді өзіміз көлеңке театрын жасап көрейік. Қолмен жасауға болады, немесе қағаз қиындыларымен жасауға болады. Сен білесің бе? Жарық түзу сызықты таралған кезде жер бетінде күндіз болады, ал жердің екінші жағына көлеңке түседі. Осылайша жердің бір бетінде күндіз, екінші бетінде түн болады. Енді оқушылар, сіздерге тапсырма. Мұқият тыңдаймыз. Бір тәулік бойында ағаштардың көлеңкелері неліктен бірнеше рет өзгереді? Осы сұраққа жауап беріңіздер.